Жаратқанның ісіне шара не? Жылай-жылай көнесің. Жақсы адам Құдайға да керек дейді ғой. Қайтейік. Маңдайымызға сыйғызбады. Өлгеннің артынан өлмек жоқ қой, қожеке. Берік бұл беліңді. Сұлтан бауырым, жігіттің төресі еді ғой. Болған іске болаттай берік бол дегеннен басқа не дейік? Сабыр ет. Шер ортасына келгенде жалғызынан айырылып сорлады ғой. Байқұстар-ай. Баласқанда еттесеңші, жанып тұрған от еді ғой. Ең болмаса артында тұяқта қалмады-ау. Мәйтті зарықтырып қойғанымыз жарамас. Халық жиналған сияқты. Жаназаға шығайық. Иә. Сөйтейік. Ағайын туғаны түгел жиналды ма? Жиналды. Қожабекұлы сұлтан бұл тірлікте ешкімге қарыздар емес пе? Жоқ. Сағмай, жалғызмай. Елігімге тастап барасың. Кімге оға берген сабырет айналайын. Тыңда қалғаным бақыла. Сабырет Айша. Хайуанда болса сезеді ғой байқұс, қанша күн болды есін іздеп жоқтағалы. Өркенің өссін, шырағым. Бәр әулеттің шаңырағы ортасына түсті деген осы да. Асау батыр тұқымының көндеген жалғастырар кім қал? Ой, ақсақалай, бәрі жалғыз балаға алданған бендешіліктің кесірі. Көп болса өстіп қурап қала ма? Шынымен ақ, шаңырағым қаңырап бос қалғаны ма?
Kış, kış. Келсеңші, шайың суып қалды ғой. Өй, мынау қайтеді-ей. Кет әрі сумаңдамай. Жоғал. Кет. Кет әрі. Кет. Осылардан ақ өлдім-ау. Құдай-ай. Мұның итіне дейін қырсығып кер. Бұлғақтатып бетімен жіберіп ең. Осы балаға мәшіне перметіп құдайдың сарын қылдым. Тыңдадың ба? Ызыңда қоймайды екенсің. Алсай жанан. Алло, Айша апайсыз ба? е, мен ғой айналайын. Сәлеметсіз ба? Алматтан біреу сөйлесем деп тұр, сөйлесін. Алло, бұл Айдаровтың үйі ме? Е, Айдаровтың үйі. Сәлеметсіз апа. Сұлтан үйден екен, шақырып жібермішші. Не дейсің? Қаттырақ айтшы, естілмейді. Сұлтанды телефонға шақырып жібермішші, тығыз шаруам бар еді. Не дейсің? Сұлтан деймісің? Қашан келеді? Өте қажет боп тұрғаны. Ол жоқ, қызым. Не? Не дейсіз? Алло. Бізден бір жола кетті. Бір қыз бала телефон соқты. Қайта Сұлтан сұрайды. Қайда кетті деп шыршыр етеді. Өзімде бір көруге зар болып отырса. Біз шығармыз әлі талай жолғана, бар болғаны 20-30 жасарамыз. Екеуміздай бөліп тұрған сол ғана. Секілденіп қатар жүзген кемелер, әке мен ұл оп-оңай-ақ теңелер. Теңелерміз өзің тез-тез ер жетіп, қартаюға асықпасам. Жүр, жануарым, жүр. Тәңірім сауапқа жазсын. Бісміллә. Зымырап бара жатқан өмір-ай. Сұлтаным көз жұмғалы да жыл болып қалыпты ғой.
Ассалаумағалейкум, ақсақал. Кесет. Айтсын, ой, сен бісің ей жарас. Мен ғой. Неғып жүрсің? Жай әншейін. Маған бере тұрыңызшы шалғыңызды. Өнеріңді көрсет. Болмасына мағала көп болып еді. Ей, қанғалақтап қайдан жүрсің? Қаладан келе жатқан бетім, ақсақал. Иә, қалаңда не жаңалық бар? Жаңалық деген көп қой. Рас па, өтірік пе, анығын білмеймін. Әйтеуір естуімше сұлтаннан бір... Иә, айт. Естуімше сұлтаннан бір ұл қалған көрінеді. Тек. Не деп тұр мынау? Бәлкім, жай сөз болар. Кім білсін? Ай, өзің бергіші. Кәне отыр. Дұрыстап, түсіндір шарағым. Бір әйелден баласы қалған дейме? Оны кім айтты? Бір танысымнан естідім, спорт дүкенінде істейтін. Иә, сосын. Сосын не болушы еді, үйіне қонаққа бардым, қармақ берді балама. Бұл жарамай, тоқатерін айтшы. Ол кім? Не алған әйел? Ит білеме, о жағын сұрамадым. Жарас, саған бір өтінішім болсын. Бұл әңгімені тісіңнен шығарушы болма. Өз жерде қалсын. Жарайды, ақсақал. Қайда қойып ем? Сандық екен ғой. Не іздеп жатырсың? Асықтар бар еді ғой. Қазір өзім тауып берейін. Әкесі-ау, тоқтай тұршы. О не? Мұнаны кисеңші. Жарайды. Біреу сұра қалса, дәрігерге кетті дерсің. Жарайды. Жақсы. Байқысай, әбден шөгіп бітіпсің ғой. Үмітімізді ақтай көр жаратқан.
Ұйықтап отыр еді. Раушан, Ал қане, жүктеріңді ұмытып кетпе. жүктеріңізді алыңыздар. Ұмытпайын. Қарағым әлгі Жамбыл көшесіне қай автобус береді екен? 39-ға мінесіз былай. Рахмет. Біраз жүргеніңіз. Жүктеріңізді алыңыздар. Жүктеріңізді алып болдыңыздар ма? Басы жаққа айтесіз. Қалай мына галстук? Ұнай ма? Менің көйлегім қалай? Қатып тұр. Ендеше осыған лайықтап тақ. Ай, қыздар. Бұлгым? Нұрлан деген баланың үйі осы ма? Осы. Сәлеметсіз бе? Есенсің бе айналайын? Кіріңіз. Қана келіңіз. Мен лейін. Рахмет. Нұрлан, Не? бері кел. Қонақ кел. Олғым да. Ойбай белім. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Ой, айналайын. Мұнда не қылып отырсыз? Төрге шығыңыз. Қазір. Нұрлан, Аяғыңыз. су әкеле қойшы. Қазір. Дәріңді шалайын. Театрды қайтеміз? Көріп тұрсың ғой, кісі кеп қалды. Мінекейіңіз. Рахмет, қарағым. Яға, қалай жеттіңіз? Жол азабы, көр азабы деген емес пе? Жағдайларыңыз қалай? Айша апай күйлі қуатты ма? Шырағым ай, бізден не жағдай сұрайсың? Қызығын көрем бе деген жалғыз бала бұлай болды. Тамыры кесілген теректей қурап. Екі кәрі артында қалдық. Қалт-құлт етіп тірі жүр деген әйтеуір. Атымыз ғана. Қойыңыз аға. Таусыла бермеңіз. Нұрлан, Қазір келем. Қонақ келгенде тұрақ ашқан ұят қой. Тағы бір реті келер. жыл 12 айда бір барамыз ба деп жиналсақ, келігетте тұрады әйтеуір бірдеңе. Өзің барсаң қайтеді. Жалғыз бармақпын ба? Қонақты қалай жалғыз тастап кетеміз? Онда менің шаруам жоқ. Ендеше өзің біл. Солай де. Иә, Бір жаққа бармақ бедіңдер. Кешіріңіз, әкей. Менің бір тағы шаруам бар еді. Нұрлан екеуіңіз отыра тұрыңыздар. Бара ғой айналайын. Нұрланжан, маған бұла жолынан қалма. түк өтпейді аға. Бану қазір келеді.
Ağa жүріңіз, шай қайнады. Қазір. Қып-қызыл қып демдеп жіберейін. Индиядан бір жолдасын беріп жіберіп еді. Нұрлан, кішкентайларың бар ма? Кішкентай дейсіз бе? Жоқ, мен әлі үйленгем жоқ. Жаңағы қыз анда-санда жайын шейін осылай келіп кетіп тұрады. Онысы жақсы екен. Заманы бөлектің амалы бөлек деген осы. Ой, ақсақал, қазіргі әйелдер сіз ойлағаннан мүлде басқаша. Бұрынғыдай асырайды. Бағат дейтін де еркектерге бағыныш демес. Өздері бей, өздері қожа. Еркін жүріп, еркін тұрғысы келеді. Шырағым-ай, бәрі еркек жазғанның өзінен ғой. Нұрлан, саған бір үлкен шаруамен келдім, қарағым. Өзің қол ұшын беріп көмектеспесең болатын емес. Айтыңыз, аға, қолымнан келген аянбаймын. Сұлтаным қайтыс болғаннан кейін қаладан бір қыз телефон соқты. Тегін адам сұрай ма? Жақында тағы бір сыбыс естідім. Айтуларына қарағанда сұлтанымнан осы қалада бала қалған көрінеді. Бұйырмасын. Бірінші рет естіп отырмын. Өлгенім тіріліп, өшкенім жанғандай бір үмітпен алып ұшып келіп ем, шырағым. Ай, тегін сыбыс емес. Жүрегі құрғыр бірдеңені сезетін сияқты. Арман, сенің ұсынысың жайлы ойланып көрдім. Меніңше іске асыруға болады. Я басыққа сөйлесе, ол кісі қолдауға тиіс. Николай Дмитриевич, бұйрыққа қол қойылды ма? Асығатын ештеңе жоқ. Нұрлан, тамаққа барасың ба? Я кезек ала бер. Зоя, маған да кезек ала салшы. Жақсы. Алло, тыңдап тұрмын. Раушан, сәлемет бе? Бұл Нұрлан ғой. Нұрлан? Ұмытып тағылғансың ба? Есіңде ме екеуміз Сұлтан кино үйінде таныстырып еді ғой? Енді есіңе түсті ме? Қалай таптың мені? Іздесек табамыз ғой. Солай де. Раушан, сенімен жолықсам деп едім. Тығыз шаруам боп тұр. Барғасын бәрін түсіндірем. Қателеспесем, бүгін сендердің концерттерің бар ау деймін. Бәлкім мен сонда барармын. Жүрек, жақсы. Демек келістік қой. Концертке кел. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Амансың ба, қызым? Кешіріңіз, әке, кеш ыңғайсызда болды. Оқыс жоқ, қызым.
Қайта өздерін кешіріңдер, мазаларыңды алсам. О не дегеніңіз? Ондай тіпті ойымызда да болған жоқ. Нұрланға телефон соған. Жұмысқа бара жатырым. Кешке келем ғой. Бара ғой, қызым. Жарайды. Ой, қалай билеген. Тамаша билеген, тамаша. Отыра тұрыңыз, мен қазір. Жеткен желіп жүрген жайлауда біз бір бөкен ай. Жеткен желіп жүрген жайлауда. Сәлеметсің бе, Раушан? Сұлтаның қайда? Жұптарың жазылмай бірге жүруші едіңдер ғой? Сұлтан енді жоқ. Жоғы қалай? Бір жыл бұрын машинадан аударылып мерт болды. Сұмдығай. Сұлтанның әкесін ертіп келдім. Осында отыр. Сенімен сөйлессем дейді. Күле қараған еркектен бала көтеріп ес ауысты деймісің? Не айтып тұрсың өзің? Біреумен шатастырып жүрген шығарсың. Демек жоқ қой. Әрине жоқ. Рас, ол бір кезде маған ғашық болды. Мен де оны ұнаттым. Болған біткені сол ғана. Сонда ол қыз кім болды екен, білмейсің бе? Жоқ. Әйелдермен ойнап күлгені есеп қалып жүретін жеңгес емеспін. Ертең осы қаладағы жолдастармен сөйлесіп көрейін. Бәлкім бірі болмаса бірі білер. Жатып демала беріңіз. Мен үйге кетем. Кеткен несі? Не болып қалды? Кетем. Ана кісі білмейді ғой, біздің бұлай... Білет, мен бәрін айтқам. Масқара. Онда тұрған не бар? Қалай түсінбейсің? Үлкен кісіден ұят емес пе? Жеттінде қайда барасың? Қона сал осында. Сөзді қой.
жатқан жоқсыз ба? Ұйқы келетін емес. Апырай, телефон соққан кім болды екен, а? Немереме де басықтыла шығып ем. Шыдай тұрыңыз аға. Бұйыртса асықтың есті табылып қалар. Айтқаның келсін. Аунаған жерде қалған, атсыз біреуді іздеп жүрген алжыған шал деп сөге көрме шырағым. О, не дегеніңіз аға? Ошағымды көшірмей атымды жалғастырар. Жалғызымнан қалған тұяқ бар ма деген үміт қой. Ертең кембір екеуміздің көзіміз жұмылғысын. Шаңырағымыз қаңырап, бос қалама деп қорқам. Жалған-ай. Se viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Какой мир paradis vitai, edim avızay, Tigin jüvel işküm yedim ayaligimizay. Bir güskin kışkin taydan ahay, Kurbu kuydi bahay, Biz sizgin el gün giyedim aydam ilimize. Sevlim avaltın ayım sen, baktım sen barımsın, Darigay mınav jalganday, tangdap nasigin jarımsın. Edim ay sen kayda kayahay, min kayda kayahay, Bireudun min düzündü edim ay bostayda kay. Kamina bütsin dostlar usala, Eyda kutesmek mama hayala, Kudlama telak sinus möda hayus bizi yaga. Sevis bulus min, Sevis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Мінекейіңіз. Рахмет, айналайын. Әлгі сұлтанның дауысы қайдан жүр? Мұндай қонақтар жиі келіп тұратын. Бәрі өтініп, сұлтанға ән айтқызатын еді. Аға ешқайда кетіп қалмаңыз. Мен қазір келем. Жақсы болам. Өзің осы үйде көптен тұрасың ба? Біраз болды. Үйленбей жүре бересіңдер ме сонда? Жоқ, қазір үйленбейміз. Нұрланның диссертация қорғауын күтіп жүрміз. Кандидат болмасаң үйленбейсің деген жаңадан шыққан заң ба бұл? Нұрлан дұрыс айтады. Карияға көмектесу керек. Бала қалса қалған шығар. Қайдан білесің? Сол әйелді табу күш болып тұр ғой. Бәлкім Әлимаш болып жүрмесін.
Ал енді ол екенін қайдан білесің? Білмесем айтам ба. Өз құлағыммен естігем. Өлсем ішімде кететін сырым еді. Амал жоқ. Мен де Әлимашты сүйуші едім. Баласы осы қызға үйленем деген екен, әке-шешесі қарысып отырып алыпты. Ол сенің теңің емес дейтін көрінеді. Өзі сондай сымбатты, инабатты жігіт. Аюдай ақырған әке-шешесінің сөзін аттап қайда барсын? Көнді ақыр. Сәлеметсіз бе? Есенсіздер ме? Амансыз ба? Оларға не жоқ десеңші. Обалда қалған екен. Ондайларда бар ғой. Есенсіз бе? Немереңіз бе? Ей, бақыт, қайда кеттің, құла бөлесің, жүгерме, қайт кейін. Bir тыным жоқ, не деген бал екенін білмеймін, оңбаған. Немереңіздің аты кім? Не дейсіз? Мына бала немереңіз бе дейін бәйбіше? Шүкір, шүкір. Немереңіз нешеу? Иә, күні түскір қайнап тұр. Құлақтан еріт айырылыпсыз ғой. Біз не көрмедік. Аш жалаң аш болдық. Соғыстың азабын тарттық. 9 құрсақ көтеріп бәрін де жеткіздім. Кенже Мақсұтыңды ақтайым деп қолыма келді көсін келе қалып ем, жоғарыда тұрады. Құдай сақтасын, мына бір балалары жер көкке тоқтамайды. Өздерін асырап жеткізгенім аздай, енді әкеп балаларын бақтырып қойды. Құрысын, осылардан ақ көрдім. Бәйбіше, бар болған соң шалқаясың ғой. Бақыт, қайда жүрсің, бер кел, ойнатшы мынаны кішкене, кел. Ей, бер кел. Ой, айналайын. Сәлем қайда? Сәлеметсіз бе? Атың кім? Бақыт. Әкең аты кім? Ол да Бақыт. Әлі, бар бақыт өздерің емдері алсыңдар. Әкетші мұны ырылдатпай, әбден мида шықты ғой өзі, бір. Немереңізге әкесінің атын қойғаныңыз қалай? Осы күнгі жастар жөн жосықты білеме. Өздері ғой бұлықтырып қойып жүрген. Тірі жүрсе болды да. Құлыным. Бұл да немереңіз бе? Осыларды қалай жақсы көрмейсің, іші бауырыңа кіріп тұрса. Кәмпит шығар, баяғы көкөйіңді тескен. Көгір, жоғал енді. Осы жаман немерелерді бағып қаққанның өзі біз үшін бақыт емес пе? Өзіңіздің немерелеріңіз нешеу? Кешіріңіз. Мәшіне кеп қалды. Сау болыңыз. Іздеген кісіміз таптық ау дейін. Жігітім, тоқтай тұр. Маған Әлимаш шақырып бересің бе? Фамилиясы кім? Фамилиясын ұмытып қалдым. Бұлай әдеміше келген орта бойлы. Қайда істейді? Сурет салатын жерде ғой деймін. Қыш құмараларды безендіреді. Қара топ. Сабырова. Иә, Сабырова. Жарай шақырайын. Көп рахмет. Әлимаш сені шақырып жатыр. Кім? Танымайын, бір жігіт қақпа алдында күтіп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Әлимаш. Мені таныдыңыз ба? Таныдым. Мазалағаныма ғафу етіңіз. Мен бір шаруамен келіп едім. Айта беріңіз. Сұлтан Қожабековті білесіз ғой? Білем. Оны қайтесіз?
Былайшап сөйлесек. Сәлеметсіз бе? Жаңа ғана естідім. Қайғыңызға ортақпын. Өкінішке орай, қолдан келер еш көмегім жоқ. Іздеп жүрген кісіңіз мен емеспін. Сұлтанмен арамыз суысқалы қашан. Шырағым-ай. Тым болмаса, кішкене тізе бұқшы. Ол кезде институтта оқитын. Содан қайтып көргім жоқ. Өтеріс өтті. Енді ол дүниеге кеткен адамның әруағын тебірентіп қайтеміз. Айналайын. Ештеңені бүкпей бәрін айтшы. Көңіліңде бір зіл жатқан сияқты. Ата, шындықты айту маған да қиын. Сізге де оңай тимейтінін білем. Қайтейін қарағым. Сұлтанды жақсы көрдім. Ол да мені сүйетін шығар деп ойлайтынмын. Мен дегенде құрақ ұшып, жаны қалмайтын. Сөйткен сұлтаным менің аяғымның ауыр екенін естігенде кілт өзгеріп сала берді. Төбесінен жай түскендей сасқалақтап, үйленіп қайда қашар дейсің? Әуелі институтты бітіріп алайық. Бала деген қол байлау ғой деп сипақтата бастады. Дүниеге шыр етіп түспеген нәрестенің обалына қалғым келмеп еді. Сырың белгілі, бала тауып аяқ қолымды матап тастағың келеді деді. Сұлтанның аузынан мұндай сөз шығады деп ойламап едім. Аяғыңа оралғы болатын ешкім жоқ. Айтқаныңды орындайын. Бірақ бұдан бұлай маған келуші болма. Мені бір жола ұмыт дедім. Сонда, Сұлтан, не деді саған? Жарайды, келмейін деді. Босанып ұл таптым. Өте нәзік болды. Қайда жүргенімді ешкім де білмейтін. Таныс көзден тасаланып, көрмеген қорлығым жоқ. Қыста балаға суық тигізіп алдым. 3 айға толып адам болып қалған кезінде. Сұлтан мұның бірінде білмейді. Айналайын-ай. Тіпті не дерімді білмей отырмын. Байқаймын менің ұлым. Олай демеңіз, ата, жоқ. Жалғыз сұлтан ғана емес. Менің өзімді кінәлімін. Жасырып жаппай-ақ бәрін кезінде айтуым керек еді.
Не дейін, балам? Болған біткені осы аты. Естейім деген сөзім беді бұл. Қайтейін. Кешір, балам. Мен кетейін аты. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау тұрыңыз. Достықтарыңа болайын. Бір-біріңе ақыл қосып, сүйеу болғандарың осы ма? Ойын сауық шіркін ай, таңғыласқан үгәй ай. Қол ұстасқан жастарға бақыт тілеп ақу. Ел жүрейді жер ана, мөлдір аспан үгәй ай. Көңілімнен кел қоса. Ана баланы ала келеді сені. Кел қоса. Шақылықтың белгісі, бұл ауылда сізбенен. Не жетеді жүргенге, ойнап күліп ақу. Қол алдына тартынбай. Сәлеметсіз Байша апай. Сәлемет. Не қылып жүрсіз? Қала жақтан біреу келуші ме еді? Жоға, мына қарасаң келгір емес пе? Тұз сеуіп қойғандай осы жақтан шықпайды. Ей, қайда барадай мынау? Арам қатқыр сенен ақ көрдім ау осы, а? Ей, ей, ей. Деген жарымсың, жалт еткен жалындайын ағай, мынау жалған ай, қол жетпес менің үшін әдемі-ай сен бір арман. Жігіттер қапы қалмай ағай, Көке! бұл жалғандай жігіттің арманы жоқ әдемі-ай сүйген алған. Сәулем-ау алтын айымсың, бақытым сенсің, барымсың, дариға-ай мынау жалғандай, таңдақта сүйген жарымсың. Сәулем-ау алтын айымсың, бақытым сенсің, барымсың, дариға-ай мынау жалғандай, таңдақта сүйген жарымсың. Сәлеметсіздер ме? Сәлем, Нина. Қолдан келген жаянғанымыз жоқ. Бұдан артық не істейміз? Соңғы үмітін арқалап, алып ұшып келгенде, обалақ болды қария. Сенің де жүрегіңе аяныш ұялай бастапты ғой.
жиналып та қойғансыз ба? Иә. Автобусыңыздың кетуіне әлі 2 сағат уақыт бар. Мінекей билетіңіз. Рахмет, қарақтарым. Менікі бос далбас екен. Нұрланжан, сенен тағы бір өтінішім бар. Әлгіліңді маған берсең. Қазір. Мінекейіңіз. Нұрлан, Сұлтан осы әнді менің туған күнімді айтпап еді. Ел жиі айтатын. Я бұны дәл сол күні жазғанбыз. Есіңде ме? Қасына бір қыз ертіп келген болатын. Аты кім еді? Сая. Иә, Сая болатын. Бал-бұл жайнаған жүзін көрсеңіз ғой. Ата, бәлкім сол болып жүрмесін. Біздің қасымыздағы аптекада істейтін. Кетпеңіз, ертең соған барып жолығайық. Айналайын. Маған бола әуре болмай-ақ қойыңдар. Күнен кейген кәріге осы естіп білгенде оңай соққы емес. Көңілдеріңе рахмет, қарақтарым. Қастек көшесінің қай жерде екенін айтып жібермейсіз бе? Мына көше кімді іздеп жүрсіңдер? Сая деген қызды. Сая ма? Мына жерде тұрады, оң жақтағы жасыл қақпалы үй. Рахмет. Иә. Қырға шығып қарашы, таң алдында тыныштықта тербелген далам қандай. Алаулаған алғызыл қызғалдақтар, күн нұрынан бейнебір жаралғандар. Сәлеметсіз бе? Күзембаевтарды іздеп жүрсіздер ме? Олар келесі үйде тұрады. Жоқ, сіздерге келдік. Бізге Сая керек еді. Келіңіздер. Сая қазір келеді. Отырыңыздар. Ұлжан, не қып отырсың? Орындыға кел.
сәлеметсіздер ме? Сәлемет Бәсай. Мына кісі Сұлтанның әкесі. Сені іздеп келіп едік. Сұлтан осыдан 1 жыл бұрын машина аударылып қаза болды. Қарағым, соңымнан ерген жалғызым еді. Осындай күйге душар болдық. Немені соны естіртейін деп келдіңіздер ме? Ақылға сабап тыңдап алыңызшы. Ақсақал Сұлтаннан бір тұяқ қалды дегенде естіп, сонау елден келіп отыр. Немере деп өкпесін сүйретіп өзеулеуін. Жөн жосықты білсе, бұрын қайда қалыпты? Бетіміз күйіп, ұшкендей біз отырмыз. Ұялмай қызармай келуін қараш. Бір түнеген жерде қалған тексіз екенінде жұмысы жоқ. Әулеттің атын шығаратын ұрпақ қажет бопты. Демелерін қарай көр. Ақсақалдың кінәсі не? Сарнамай қоя тұршы шырағым. Сен де сол Сұлтаннан қайбырасып тұрмын дейсің. Аялап отырған қызымның абыройын төгіп, жерге қаратып кетті. Әке көрген адам сөйтем екен. Бетінен қақпай өсірдім, оқыттым, машина бердім, болды толды деген сол деп ойлайтын шығарсыз бәлкім. Тірі болса, не айтсаңыз да жарасар еді ғой, қарағым. Иә, өлген адам өлді ғой. Мұнан айтсаңшы. Әлі қаншама зарлап азабын тартады бұл бейбақ. Жұрт көзіне көрін алмай масқара боп ұяттан бір емес. Күнделеді. Жас өмір қоры болды. Жөн жосығымен қуанышта қауышпаған соң жегжат болып, жайраңдап кете алмаспыз. Көшеден тапқан балаға тегін білудің қажеті қанша? Барыңыздар. Апа, не жап аузыңды? Құрақшып қолды құратындай бұлардың не жақсылық өтіп еді? Қара бет қып қаңғытып тастап кетпеп педі? Мәмен көлеп тұратын жайым жоқ. Кетсін шәр. Өкпеңіз орынды. Құдай басқа салғасын қайтейін. Кешіріңіздер. Қарағым, тоқташы. Не болып қалды әкей? Қайда бара жатырсыз? Аға, тоқтаңыз. Тоқтаңызшы, аға. Әуре болмаңыз. Адасып кетесіз. Өзің адаспасаң болды. Не істейміз? Құрысыншы, басым қатты. Ана бір қатынды арсылдап, үлкен кісімен солай сөйлесем екен. Жаны күйген адам не демейді? Оны кінәлайтындай бізді жетісіп тұрғанымыз жоқ. Менің де әке-шешем сен туралы ештеңе білмейді. Солай де. Иә, солай. Не қып тұрсың, кеттік. Қайда? Кері қарай бұр. Тоқтат машинаны, мен түсем. Қайда бұрасың? Мыналардың бәріне бүгін бірдеңе көрінген бе? Өз аузыңнан естімей, көңілім жайта бар емес. Сұлтаныма, сенің де
жүрек түбіне сақтаған өкпең бар ма? Жоқ ата, жоқ. Сұлтан Сақина сатып алған болатын. Сіздерге көрсетем деп әкеткен. Үйленеміз ғой деп жүредік. Айналайын. Сен бедің ауылға телефон соққан? Иә. Із-түзсіз жоғалып кеткен соң шыдай алмадым. Сұлтан мен туралы айтпап па еді? Жоқ. Бәрі ішінде кетті ғой. Сендердің көз жастарың мен қасіреттерің бір қалап. Соңында мен қалдым. Алло? Бұл кім? Мен ғой Нұрлан. Мен сені сүйем, Бану. Осы уақытқа дейін ақымақ болып келіп, жаным осы қазір барып әке-шешеңнің батасын сұрайық. Есің дұрыс па, не айтып тұрсың? Бану, шын айтам, қазір барам. Бану, қазір қалайда кездесуіміз керек. Қараш, дала қандай тамаша. Жып-жылы жаңбыр жауып тұр. Бану, естимісің? Кімге берем бұл асықты? Өз жаныңда жатсын. Allah. Жарық дүниеге келгенде көрген жалғызым-ау. Бұл не қылғаның жарығым-ау, бәрі қолыңнан келгенде қиянат қылмау қолыңнан келмегеніме. Құдайдан көрген зәбір тірліктің заңы шығар. Адамнан көрген зәбір қиын жарығым-ау. Хайуанның да обалы жібермейді деуші еді, адамның обалы қайтып жіберсін. Неге ешкім ештеңені өзінен тіге алып кетпейді. Жақсылық істесең де, жаманшылық істесең де бәрі өстіне де қалады. Қызығыңды көрем бе деген жалғызым-ау. Көзімнен сорам ағып соңында қалғаным аздай.
істеген зәбір қиянатыңды маған арқалатып кеткенің бе? Бұдан мен енді қайтып құтылам.